Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз картопты пісірудің тағы бір әдісін көрсетеміз, яғни духовкада пісірудің. Ол үшін маған 8 мынандай орташа картоп керек. Өсімдік майы, крахмал, қара бұрыш, кептірілген сарымсақ, яғни чеснок, мынандай дәмдеуіш, кез келген дәмдеуіш алсаңыз болады. Сіздерге ұнайтын және тұз. Мен картопымды әбден жуып алдым. Енді бұл картоптың сыртын ашымаңыздар. Осылай жуып, кептіріп аласыздар. Оны тураймыз. Яғни осылай ұзыннан 6 бөлікке бөлеміз. Қанша бөлікке бөлінеді сізде? Сонша бөлікке осылай ұзыннан бөлеміз. Мен картопымды турап алдым. Енді оның үстіне бір ас қасық крахмал саламды. Оны араластырамын. Картопыма крахмал салдым. Енді 4 ас қасық өсімдік майын құйып араластырамын. Енді картоптың үстіне бір қасық, шай қасық толтырып былай бұрыш саламын. Көп салсаңыздар да болады, аз салсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Жүз бұрыш ол әркімнің таңдауы бойынша. Енді бір шай қасық кептірілген сарымсақ қосамын. Және мынандай дәмдеуішті саламыз. Енді мен картопымды біртіндеп противеньге қоямын. Мен картопты 200 градус қыздырылған духовкаге 40 минутқа салып қоямын. Біздің 40 минут уақытымыз өтті. Картопты духовкаден алдым. Міне мынандай қытырлақ картоп шықты. Яғни оны картошка по-деревенски деп те атайды. Осындай бір картопты ерекше пісірудің тәсілі болды. Осылай пісіріп тұрыңыздар.